осы зданияға беретін кручениені программаның ішіндегі функциямен жасайық. Эксцентрицитет арқылы ЕАК. Оны қалай жасайтынын көрсетемін. Кручение туралы алдымен нормативті қарайық. НТП-да 6.5 пунктте эффекты случайного кручения в плане. СП мен НТП-ның айырмашылығы кручение бойынша. СП-да біз бермеуге болатын жағдайлар бар еді. Здание 30 метрден кіші болса және де регулярный болса, біз кручение бермесек болатын еді. НТП бойынша кручениені барлық зданияға береміз. Регулярный болсын, 30 метрден ұзындығы кіші болса да кручение беріледі. Сосын мына жерде примечанияда, если направление смещения масс от номинального положения, обеспечивающее наибольший эффект, очевидно, то допускается вместо 4 моделей со смещенными массами ограничиться 2 расчетными моделями, в которых смещение масс предусматривается только по одному направлению, но с разными знаками. Егер де біздің здание ұзындығы 40 метр, ені 15 метр болса, 40 метрге перпендикулярно берсек жеткілікті. Себебі сол бағытта здание кручениеге қарсы әлсіз жұмыс жасайды. Мына жерде сол туралы айтылған. Нормативті қарадық, енді кручениенің өзін түсініп алайық. Мысалы, осындай здание бар. Ұзындығы L, B деген осылай горизонтальная сейсмика әсер етеді. Сейсмика әсер еткенде центр масс ортасында ешқандай эксцентрицитет жоқ. Сол кезде перемещение осылай түзу болады. Және де перемещение мына жерде альфа дик, альфа AV. Среднее перемещение зданияның ұзын бағытымен барлығы бірдей болады. Енді осы центр масты белгілі қашықтыққа жылжытамыз. Ол эксцентрицитет. Центр масс E қашыққа жылжыды. Сол жақта минус бағытта, оң жақта плюс бағытымен. Оңға және солға жылжытып, сейсмиканы осылай береміз. Біздегі зданияны өзіміз айналдырамыз сол эксцентрицитет арқылы. Бұның негізгі мағынасы, шын өмірде сейсмика бұлай түзу әсер етпейді зданияға. Екі бағытта. Жанынан әсер етуі мүмкін. Кішкене оң жаққа, кішкене сол жаққа зданияны айналдыру мүмкін. Шын өмірде болатын сейсмика егер де зданияны айналдыратындай әсер ететін болса, соған қарсы тұру үшін біз осылай расчет жасаймыз. Және де неге плюс минус таңбамен береміз? Себебі біздегі зданияның ішінде масса әртүрлі орналасады. Бір жерде көп, екінші жерде аз. Соған байланысты сейсмика әсер етеді. Сейсмика тікелей массаға байланысты болғандықтан, масса көп болса, сейсмиканың әсері де көп болады. Масса аз болса, сейсмиканың әсері аз болады. Сондықтан екі түрлі таңбада тексереміз. Плюс және минус. Және де оған екінші себеп проемдардың орналасуы. Проемдар симметрично орналаса бермейді. Сейсмиканың әсері де соған байланысты болады. Проем тұрған жерде масса болмайды, сейсмикада болмайды. Қай жерде масса бар, сол жерде инерционная сила, яғни сейсмическая сила әсері болады. Сол себепті бір бағытта плюс және минус таңбамен эксцентрицитетті беруіміз керек. Қазір енді соны программадағы функция арқылы жасаймыз. Ол мына жерде ЕАК деген бар. Эксцентрицитет приложение масс. Яғни осы эксцентрицитет арқылы зданиядағы массаны оңға және солға жылжытып сейсмиканы береміз. Алдымен кручение создавать етейік. Загружение. Мен бір бағытта беріп көрсем, Y бағытында. Енді кручение маған Y бағытында керек. Сейсмика Y-ті эксцентрицитетпен беремін. Ол үшін мына жерде копировать деген бар. Копировать етеміз. Применить. Мына жерге жазамыз. Кручение по Y EAK плюс сосын осыны минус таңбамен. Плюс және минус таңбамен создавать еттік. Бұл дегеніміз сейсмиканың өзі. Егер де мына жерден тексеретін болсақ, параметрге кіреміз. Кручение по Y деген параметрді басып көрсек, бұл кручение Y. Зданияға сол әсер ететін сейсмиканы Y бағытында эксцентрицитетпен береміз. Оны беру үшін расчетқа жіберіп аламыз. Перемещениелерді қараймыз. Сол перемещениесіне байланысты нормативтегі формуламен анықтаймыз. Мен қазір расчетқа жіберемін. Плитадағы перемещениені қараймыз. Мысалы, мен соңғы этаждағы плитаны қараймын перемещениесін. Анализ. Сейсмика Y-ті қараймыз. Себебі сейсмика Y бойынша кручениені береміз. Сейсмика Y. Плитаның екі шетіндегі цифрларды аламыз. Ең үлкен 33-9. Және де кішісі 33. Енді осыларды алып, нормативте берілген F2-ны анықтаймыз. Оны анықтау үшін мына формула бар. Осы формула арқылы анықтаймыз. F2
родан үлкен болу керек және 3-тен кіші болу керек. Ро дегеніміз для регулярных в плане здания регулярный болса, в плане оған 1. Егер де умеренно нерегулярный болса, 1/2. Және де в для отдельно расположенных и полностью или частично заглубленных в грунт сооружений, паркинг или их отсеков. Паркингтерге егер грунтта орналасқан болса, 2 береміз. Егер де здание крутильно податливый болса, в плане 2/5 береміз. Енді FVK-ны перемещениесіне байланысты анықтайық. Максимальное перемещение 33,9 болды, минимальное перемещение 33. Осын жазамыз. Енді ро. Мендегі здание регулярный, сондықтан коэффициент 1-ді аламын. Зданияның ұзындығы осы Y бағыты бойынша есептейміз. Зданияның ұзындығы 33,4. Соны жазамын. 33,4. Мына жердегі формула нормативтегі F2K. Енді ро мен F2K-ның үлкенін аламыз. Үлкені 1-ге тең. Және де 3-тен кіші болу керек. 3-тен кіші. Сол кезде эксцентрисет 1/67-ге тең. Енді осына программада береміз. Оны беру үшін кручениенің загружениесіне барамыз. Плитаны узелдармен бірге белгілейміз. Расчет ЯК. Енді эксцентрисет X бағытында керек. 1/67. Сейсмика Y болғанда эксцентрисет X бойынша болады. Сосын мына жерде масса вдоль X, вдоль Y, вдоль Z деген бар. Қай бағытта массаны жылжыту керек? Массаның бәрі бізде Z бойынша. Z бағытымен берілген. Сондықтан мына жерде Z деген тұру керек. Мен қазір бәрін қалдыра салайын. X, Y бағытында ешқандай нагрузка жоқ. 1/67 бергеннен кейін плюс басамыз. Беріледі. Оны мозаикамен көре аламыз. Мозаикамен оның бағытын көру үшін DX-ті басамыз. DX бойынша плюс, енді соны минус бағытымен береміз. Плитаны белгілеп, енді осыған минус қоямыз. Плюс 2 бағытта да берілді. Минус және де плюс. Осы мозаикада көрініп тұрады. Осы секілді әр этажға перемещениесіне байланысты жеке-жеке беріп шығамыз. Бірақ бұлай бергеннің минусы бар. Егер де EAK мен беретін болсақ, мына функциямен беретін болсақ, программада осы узелдарды біз берген эксцентрисетпен қасына жылжытады. Сол узелдарды ажыстымен қосып, солай эксцентрисет беріледі. Бұлай берген кезде әр узелда қосымша момент пайда болады. Негізінен ол момент болмау керек. Сондықтан, егер де EAK мен беретін болсақ, конденсация масс берілу керек. EAK мен конденсация масс бірге жұмыс жасайды. Және де оның басқа жолы бар. Ол мына жерде группы перераспределения масс в элементах. Осы бойынша жұмыс жасаймыз. Осымен берген кезде узелдарда артық момент пайда болмайды. Бұны да дәл сол секілді EAK-ны бергенде береміз. Мысалы, бір плитаны белгілейін. Осыған кіреміз. Мына жерде EAK R және де EAK T деген бар. R деген радиальное направление, T деген тангенциальное направление. Ол дегеніміз эксцентрисетті сейсмика бағытымен емес, екінші бағытта береміз. Олай беру үшін мына екіншісін T дегенді қолданамыз. T дегеніміз эксцентрисет екінші бағытта 1/67-ге тең болды. Осылай плюс басамыз, мозаиканы басып көре аламыз. Осы бойынша кручениен эксцентрисетпен береміз. Кручениен бергеннен кейін таблица версиясында дұрыс толтыру керек. Мына жердегі таблицаның барлығын өшіре тұрайын, шатаспау үшін. Оны басынан жасаймыз. Сейсмиканы добавить етеміз. Сосын мыналарды өзіміз толтырып шығамыз. Сейсмика X, Y, Z дегенді білеміз. 1,03,03 деген толтырамыз. Одан бөлек крученияға бөлек беріледі. Оны бұлай толтырамыз. Сейсмика 0,3 болсын. Сейсмика 0,3. Сейсмика Y деген 0 болады. Себебі крученияны сейсмика Y бағытында эксцентрисетпен бердік. Бұны 1 деп қалдырамыз. Екінші бағытта 0 қоямыз. Минус бағытында тек плюс бағытын қалдырамыз. Сосын Z деген 0,3 болады.
осылай сейсмика x y 1 0 3 0 3 деп толтырған секілді кручениемен дәл осылай толтырып шығамыз. Алдындағы таңбаларын өзгертіп -0,3 -0,3 мынау -0,3 және де -0,3 -0,3. Сосын осыны -1 болғандығын толтырамыз. -1 болғандығын толтырамыз. Осылай кручение по y эксцентриситет плюс болған кезде осылай 8 сочетание болады, 8 таблица, 1 болғанда 4 плюспен, 4 минуспен, және де мыналардың таңбалары ауысып тұрады. Осы секілді кручение y эксцентриситет минус болған кезде де толтырамыз. Егер де кручение x бағытымен болса, сейсмика x-ке 0-ді береміз, сейсмика y-ке 0,3 дегенде береміз. Әрсен осылай толтырылады. Әр этажның плитасына эксцентриситет беріледі. Бір бағытта немесе екі бағытта да осылай толық беріп шығамыз.